көңіл-күйің қалай? Жақсы. Тамаша, иә балалар. Балалар, біздің қазақ халқында көптеген ертегілер бар, иә? Қандай ертегілерді білеміз? Айтыңызшы. Тағы да айта қойыңыз. Иә? Қасқыр, дұрыс айтасың балалар. Сол көптеген ертегілердің біреусі бүгін бізге қонаққа әжеміз келіпті. Өркеннің әжесі келіпті, балалар. Әжеміз құры болып келмепті, сонымен қоса бізге мақтақыз бен мысық деген ертегіні ала келіпті. Тыңдаймыз ба, балалар? Иә, тыңдайық. Әжеміз ертегі айтсын. Ал енді саламатсыздар ма, балдар? Бүгін сендерге мақтақыз бен мысық туралы ертегі айтып беремін. Баяғыда мақтақыз болыпты. Мақтақыз үйін жинап жүріп, бір мүйіз тауып алады. Мысықты шақырады. Мысық келмейді. Қыз келмесін келмеген, жаңа мүйізді өзі жеп қояды. Неге шақырып деп ұстайды. Мақтақыз айтпайды, сосын мысық. Ендеше қаталыңды көгені дейді. Мен құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық қатты күліп мақтақызды мысықтың құйрығын кесіп алады. Алда құйрығыңды берші депті. Мақтақыз, мен қаталыңды күле, мен сиырға барады. Сиыр маған қатық берші дейді. Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, жапырағыңды берші дейді. Ағаш, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсеңдер жапырақ беремін дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсеңдер, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Әй дүкенші, маған сағыз берші дейді. Маған жұмыртқа бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтар, бізге дән әкеліп берсеңдер, жұмыртқа берем дейді. Мысық енді не қылам деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаның барда айт, үйлеріңде не бар дейді. Тышқан қорққаннан үйлерінде бір табақ тағы бар дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тарыны әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақтақызға береді. Мақтақыз құйрығын береді. Ал балалар, ертегі ұнады ма сендерге? Ертегі сендерге ұнады ма? Мәселе көптеген ертегілер бар екен. Келесі жолы келіп сендерге тағы да ертегі оқып беремін. Енді қазір қош сау болыңдар. Менің де тағы баратын жаңа ертегі айтып беретін немерелерім бар. Соларға ертегі айтып беремін. Жарай ма? Сау болыңдар.